Бұл қытайлық парақорлар, бұрынғы басшылар, бастықтар мен шенеуніктердің тобы. Олар енді өз қолдарымен жұмыс істеуге үкім шығарды. Олар осы уақытқа дейін физикалық еңбекпен әрең айналысты. Олар өте кішігірім шаршы алаңда тұрып, еденде дерлік тамақтанады. Бұрынғы шенеунік Лоян жеке пара алу ісіне байланысты қамауға алынды. Оның үйінен 100 миллион қолма-қол ақша. Өте сирек кездесетін 100 өнер туындысы. Оннан астам Rolex сағаттары. Және оның мемлекеттік қызметші болған әртүрлі әйелдермен түскен бірнеше суреттері табылды. Ол 2 жылға шартты түрде бас бостандығынан айыру жазасына кесілді. Бұрынғы шенеунік түрмеге қамалғаннан кейін бұрынғыдай сән-салтанатпен өмір сүрген жоқ. Ол 20 шаршы метрлік камераға қамалды. Мұндай камераға 12-ден 14-ке дейін пара алушы жатады. Төсектер тастай. Матрас пен жастық жоқ. Бірақ парақорларға жатуға болмайды. Олар жұмыс істеуге, күнделікті норманы орындауға мәжбүр. Сұраныс өте жоғары. Және оны орындау өте қажет. Олай болмаған жағдайда тәртіптік жаза қолданылады. Ол күніне 8 сағат жұмыс істейді. Түрмеге алғаш келгенімде күніне мыңдаған диод жинауға тура келді. Сонда 2000-3000. Қазір 4000-ға дейін жинай аламын. Тіпті күнделікті жұмысымды аяқтау үшін ваннаға бармай-ақ бара алатын күндерімде болды. Пара алушылардың жұмысы әртүрлі. Бұл шеберханада олар светодиодтарды жинайды. Лоян түрмедегі жұмысын осылайша еске алады. Мен бұрын физикалық жұмысты әрең жасағанмын. Сондықтан түрмеге түскенде алғашында өте қиын болды. Үнемі көпіршіктер пайда болды. Менің терім қабыршақтанып қан кетті. Олар мені қыста әкелді. Менің терім жарылып кетті. Бұл өте қиын болды. Бірінші бөлім. Пара алушылар дүкенде жұмыс істесе, басқалары дала асханасында жұмыс істейді. Және олар тамақ дайындайды. Енді олардың диетасы қандай екенін көрсетеміз. Қарапайым күріш еті, сәбіз және әртүрлі көкөністермен қуырылған үйрек. Далалық ас үйдегілер алдымен үлкен ыдыстағы тағамды шағын банкаларға салады. Және оны әр ұяшықтың басшысына апарады. Ал жетекші оларды камераға таратады. Олар тамақты еденге қойды. Үстел мен орындық жоқ. Тамақ табақтары қолмен ұсталады. Және олар кроваттарда отырады. Содан кейін жалпы тәртіппен түрме күзетшісінің бақылауымен түскі асқа кіріседі. Порахос таңғы асқа күріш пен көкөніспен қоректенеді. Ал түскі асқа олар жақсы жұмыс істеуі үшін күріш қосылған ет береді. Пара алушыларға түрлі түсті ас мәзірі қарастырылмаған. Түскі астан кейін парақорлар орындарын жинап, ыдыстарын өздері жуу керек. Бірақ олар арнайы тереземен бөлінген бөлмеде телефонмен сөйлесе алады. Өте жақсы өнімділігі мен тәртібі барлар арнайы жиналыс бөлмесінде бетпе-бет кездесе алады. Бірақ бұл бөлме негізінен бос. Өйткені мұндай көрсеткіштер өте аз адамдар марапатталады. Жақсы жұмыс істейтіндер үшін жексенбі демалыс күні. Түрмеде түрлі мәдени шаралар ұйымдастырылады. Мысалы, пара алған тұтқындар каллиграфиямен айналыса алады. Жарайды, жазғаныңды жақсылап қара. Бұлай жазу керек. Не жаздың? Қылғаламның қимылын бақылаңыз. Көлденең сызықтарыңыз мүлде жақсы емес. Бәрін басынан бастап жазыңыз.
Парамен ұсталған ірі шенеуніктердің бұрынғы басшылардың өмірі түрмеде осылай өтеді. Полицияның секунд сайынғы бақылауы, бітпейтін есептеулер, еденде тамақтану және күнделікті физикалық жұмыс. Рұқсатсыз бірде-бір қадам жасауға болмайды. Барлығына рұқсат керек. Немесе жетекшінің рұқсатын күту керек. Тіпті таңертең бұйрық бойынша тұрады. Бұйрық бойынша тіс тазаланады. Орнынан тұрып, жууға 15 минут кетеді. Бірнеше тұтқын 15 минут ішінде жуынуы керек. Ұзақ жылдар түрмеде отырған бірнеше парақор бостандыққа шығуға ештеңе жетпейтінін, істеген істерінің қыруар шығынға ұшырағанын өкінішпен айтады. Мұнда көпшілігі өмір бойы немесе өлім жазасына кесіліп 2 жылға бас бостандығынан айырылған. Осы Лоян деген шенеунік те осы сөйлеммен отырды. Бірақ бірнеше айдан кейін өлімге әкелетін инъекция қажет болмады. Бұрынғы шенеунік әрі пара алушы Лоян асқазан обырынан қайтыс болды. Пара берушілер өздерінің аянышты тағдырлары жаңа шенеуніктерге сабақ болар деп үміттенеді. Оларға мұндай аяусыз көзқарас барлық салада жемқорлықты өршітуге бағытталған. Бұл әдіс Қытайдың экономикалық өсіміне байланысты жұмыс істеп тұрғанын көреміз. Барлығын бізбен бірге біліңіз. Кездескенше.